Мен Нигметова Лунара, Қазақ ұлттық өнер университетінің музыкалық театр әртіс мамандығының 3-ші курс студентімін. Мен сіздерге бүгін Суини Тодд туралы баяндап айтқым келіп отыр. Суини Тодд ол 1979 жылы қойылған болатын. Оның негізгі либретосын жазған Хью Виллер. Ең басты рөлде ойнайтын актер Суини Тодд. Аңыз бойынша өз клиенттерін ұстарамен өлтіретін шаштарашы туралы баяндалады. Мен осы қойылымда қайыршы әйелдің рөлін сомдаған болатынмын. Қайыршы әйелдің тағдыры туралы баяндап айтатын болсақ, оның негізгі есімі Люси. Лондонда болған оқиға. Бенджамин Баркер деген аңғал шаштарашы өмір сүрген. Оның Люси есімді әйелі періштедей Джоаннаны дүниеге әкеледі. Өз бақытсыздығына орай судья Тёрпинде әйелінің сүйкімділігіне бағалай отыра, және де әйелінің еш кедергісіз иелік ете алу үшін Бенджамин Баркерді 15 жылға елден айдатылып жібереді. Содан 15 жылдан кейін Бенджамин Баркер Суини Тодд деген есіммен елге оралады. I will not forget the good ship Bountiful, nor the young men who saved my life. Search the cause before that sword. It would have been a Christian indeed. Could have stood still preaching and tossing on that not giving the word. As many Christians would have just not good slippery diamond. All the light, a little monkey, a little pig, a little butter on the butt. All the light to touch me, boss, there looks to me. Then I give up planted on the pot. Songs for a miserable woman on a miserable chilly morning. Thank you, sir. Thank you. Hold you like a little muff, a little jig, a little bouncer on the bush. Would you like to push me parsley? Looks to me like you got plans at the push. Songs for a desperate woman. What's caught wandering with hay? Don't I know you, mister? Old you like a split me muff, mister will go jig a little.